кім үшін тойламақсың сонда біз жабайы болыппыз ба? Кәдімгі қазақ қырылып жатқан кезде өздеріне біз нормамен орындадық деп медаль сұрап отырғандар, марапат сұрап отырғандар. Бұл ашаршылық қазақты өзінің ата жұртынан, ата мекенінен айырып, төрткүл дүниеге тентіретіп шашырып жіберген ашаршылық. Қазақты қырып салды. 4,5 миллион халық. Қазақтар бір-бірін бауыздап жейтін оқиғалар болды. Адам баласы өзінің баласын жеген күндер болған. Анау құрт құмырсқаны, тышқан сияқты жәндіктерді, суырларды жеген. Ұлт ретінде қорқақ, бүгежек, су жүрек бір кімнің алдында болса да басымызды төмен салбыратып тұратын құлдың деңгейіне түсіп кеттік. Армысыздар. Жалпы құрметті көрермен, біздің тарихымызда ашаршылық, нәубет деген нәрселер өте көп болған. Ашаршылық дегенде 1931 жылғы ашаршылық қана көптің есіне түсіп жатады. Олай емес. Біздегі ашаршылық 1917 жылдан басталған негізінде. 1917 жылғы ашаршылық, одан кейін 1921 жылғы Лениннің ет және сүт деген декреті шығады, жарлығы. Содан кейін басталған ашаршылық бар. Одан кейін 1922 жылғы ашаршылық бар, 100 жыл болып отырған міне. Өте қиын ашаршылық, әсіресе біздің солтүстік аймақтарымызда Орал, Ырғыз, Қостанай, Құсмұрын, Атбасар, Ақмола, Қызылжар, Кереку аймақтарында болған ашаршылық. Одан кейін әрине үлкен алапат жұт ретінде қолдан жасалған Голощекиндегі екінші қазан саясатында жүзеге асқан ашаршылық бұл 1931-33 жылдардағы ашаршылық. Голощекиннің жаңағы аша тұяқ қалмасын деген қаулысы шыққаннан кейін қазақ даласында ашаршылықтар басталды. Әсіресе осы ашаршылық кезінде норманы орындап, біз осындай нәрсе істедік деп Сталинге хат жазып, еңбек қызыл ту ордендерін сұраған кәдімгі қазақтан шыққан коммунистер болған. Ең қиын нәрсе қазақтан шыққан коммунист. Оның ішінде Елтай Ерназаров бар, Алибей Жангелдин дегендері бар, Қырамысовтар бар, Мирзаян бар, Голощекиндер бар. Кәдімгі қазақ қырылып жатқан кезде өздеріне біз нормамен орындадық деп медаль сұрап отырғандар, марапат сұрап отырғандар. Ал сол кезде алаш қайраткерлер қалай күресті мысалға. Бесеудің хаты деген нәрсе бар, Тұрар Рысқұлов бастағандар. Бұлар да халықтың рухын көтеру үшін, жаңағы ашаршылықта халыққа араша түсу үшін күресті. Амал не? Мақсат Мұратқа ұлай салмады, өйткені Сталиндік биліктің бекітіп берген номенклатуралық жүйесі қазақты қырып салды. 4,5 миллион халық қырылып қалды. Бұл біздің ұлт ретінде өсуімізге, табиғи демографиямызға, кәдімгі ұлттық өсімімізге тікелей зор қиянат жасады. Қаншама әулет тумай жатып өмірден өтіп кетті. Ал біздің қаншама халық біздің дамуымызға әсер етті. Ашаршылық тақырыбы бізді тек қана материалдық тұрғыдан ашаршылыққа келген жоқ. Бұл бізді рухани жағынан алып келді. Бұл біздің болмысымызға, мінезімізге, салт санамызға, ойлауымызға, дүние танымымызға жасалған қиянат. Бұл ашаршылық қазақты өзінің ата жұртынан, ата мекенінен айырып, төрткүл дүниеге тентіретіп шашырып жіберген ашаршылық. Өйткені осы ашаршылық болып жатқан қиын қыстау заманда 1,200,000 қазақ Қазақстанның территориясынан Қытайға, Монғолияға, Тибетке, Үндістан, Пәкістан, Еуропаға, мына жағы Ауғанстан, Өзбекстан арқылы өтіп кеткендер. Бүгін дүние жүзінде қазақ диаспорасы қай жерде шашырап жүретін болса, соның барлығы осы ашаршылықтың зардабы кетіп қалған. Қазір бізде оларды отанын тастап кеткендер деген сияқты бір бағалайтын бір пиғыл қалыптасқан. Кім отанын жеткенін тастасын? Кім отанын жетіскенін тастайды? Сондай заман болып отыр. Ол кінәлі емес. Атасы үшін ұрпағы жауап бермейді негізінде. Өйткені ол сол заман, сондай жүйе болды. 20 ғасыр өте қиян кескі, қайшылығы көп заман болғаннан кейін бұл заманды бір көзқарастан бағалау өте қиын. 20 ғасырды бағалау үшін саяси тұрғыдан, әлеуметтік тұрғыдан, экономикалық тұрғыдан, қоғамдық формациялық өзгерістерге байланысты бағалау керек. Сонда бір әділ көзқарас қалыптасады. Өкінішке қарай бізде әзір бұндай объективті бағалау болмай тұр. Сол объективті жан-жақты бағалайтын күнге жетуіміз керек. Менің ұғымымда ашаршылық, нәубет деген қолдан жасалған нәрсе болды. Тіпті қазақтар бір-бірін бауыздап жейтін оқиғалар болды. Адам баласы өзінің баласын жеген күндер болған. Анау құрт құмырсқаны, тышқан сияқты жәндіктерді, суырларды жеген, балық аулап жегендер де болған. Мүлде адамзаттың тарихында, қазақтың әдет ғұрпында тіркелмеген нәрселер осы уақытта тіркелген болатын. Бұл шын мәнінде бізді ұлттық кодымыздан айырып жіберген нәрсе болды. Жабайылыққа, тағылық қалып келген нәрсе болды. Осы ашаршылық, репрессиядан кейін біз өкінішке қарай ұлт ретінде
қорқақ, бүгежек, су жүрек, бір кімнің алдында болса да басымызды төмен салбыратып тұратын құлдың деңгейіне түсіп кеттік. Ал құлдан ұлтқа айналу өте қиын процесс. Сол нәрсе бізде қазір ояндыру керек, ойландыру керек. 1931-33 жылдардағы ашаршылық бүкіл Қазақстанды қамтыды, бүкіл Қазақстанның территориясын. Сол уақыттарда, мысалға Семейде Шұбартау көтерілісі болды, Шыңғыстау көтерілісі болды, Абыралы көтерілісі болды, бір ғана Семейдің өзінде. Бұл көтеріліс неге? Өйткені бұрынғы болыстық жүйені жойып, орнына коллективизация жасап жатыр. Енді совхоз, колхоз құрады. Сіз мысалға қарапайым азамат болсаң, сіздің 10 сиырыңыз болатын болса, ендігіде 10 сиырды үкіметке беру керек, колхозға дейді. Ал сіз 10 сиырыңызды қалай бересіз? Сондықтан ол халық соған қарсы болады. Өзінің еркіндігін, бас бостандығын беруге қарсылық бұл жерде. Мал мүлікке емес. Содан бастап совхоз, колхоз құрылып кетті. Қазір бізде аудандардың 90 жылдығы, бірдеңенің 85 жылдығы деп атады. Кім үшін тойламассың? Сен ата-бабаңды қырып, сенің ауданыңды жаңағы болыстық билігіңді қырып, бүкіл ауылыңды көшіріп жіберген жерге советтік билік аудан жасап беріп отыр екен. Сол ауданның тойын жасап отырсың, онда сен советке жүйе, коммунистік жүйеге қызмет етіп отырсың деген сөз. Ондай той жасамау керек. Сонда не? Мынау орыстар айтады ғой, бұларда тарих болмаған, бұларда ел болмаған деп. Сонда орыстар бізге келіп қала сап берген, бізге аудан құрып бермеген дейін, халықта мемлекет болмаған кейін, ел болмаған, біз көшіп қонып жүрген, сонда біз жабайы болыппыз ба? Жоқ. Мысалға, Қарқаралы қаласының 200 жылдық тарихы дейді да. Қарқаралының 200 жылдық тарихы емес, Қарқаралының оның алдында тарихы бар ғой. Неге біз ол орыс құрып берген уақытта санаймыз? Мысалға, Семейдің 300 жылдығы деді. Ғалымдар шулап жүріп, Семейдің тарихы 1000 жылға созып берді. 1000 жылдан басталады Семей. Өскеменнің 1100 жылдық тарихы бар. Алматының баяғыда 1854 Верныйдан бері қарай санаймыз дейді. Алматының ар жағында Алмалық деген қала тұр. Ана Талқар, Талхир. Оның барлығы ертеректе болған нәрсе. Сонда біз өз өркениетіміз өзіміз қазір қолмен жығып, өз тарихымызды өзіміз түкіріп, орыстың жасап берген нәрсесіне басымызды ауыртып отырмыз. Олай болмайды. Міне бізде осындай бір тарихты жоққа шығаратын, балталайтын бір ауру пайда болған, осының бары біздің ұлт ретінде дамуымызға қиянат жасап отыр. Одан кейін бір нәрсе, қазір біз 31 мамыр саяси қуғын-сүргін және ашаршылық құрбандарын еске алу күні деп жүрміз. Бұл дұрыс емес. Екеуі екі түрлі нәрсе. Екі күнді екіге бөліп тұрып, екеуі екі түрлі оқиға. Саяси қуғын-сүргін бөлек. Ол да қуғын-сүргін 1921-де басталады, 28-де конфискация бар, 29-дағы оқыған ағартушыларды айдауы бар, 31-32-дегі бірінші толқыны бар, одан кейін 33-34-дегі бар, 35-36-37-дегі бар, одан кейін 38-39-дағы бар, тіпті 41-42-дегі бар, одан кейін сталиндік репрессияның ең соңғы толқыны 5-ші болып саналатын, ол мынау 51-52 жылдардағы профессор Ермахан Бекмаханов, Бейсенбай Кенжебаев бастаған академик зиялы қауымдардың айдалуы, сотталуы. Қазақтың әнұранын жазған, Абай жолы романын басып қалған Бейсенбай Кенжебайұлы, одан кейін үлкен Қайым Мұхамедханұлы Абай тақырыбынан диссертация қорған, Әуезовтің шәкірті болған үшін 25 жылға сотталған. Бұлар 5-ші толқын болып саналады негізінде. Осылардың жеке-жеке бағалап бөлек өткізу керек еді. Өкінішке қарай бізде барлығы бір күн аясында болып тұрғаннан кейін бұл дұрыс емес, менің өзімнің көзқарасымда. 2 күн ретінде бағалау керек. Және бағалауы, саяси салмағы да бөлек болу керек. Одан кейін қазір енді мынау оқу ағарту министрлігі былтырдан бастап оқу жылын созып, соңғы қоңырауды 1 маусымға ауыстырды ғой. Енді биылдан бастап 31 мамыр саяси қуғын-сүргін ашаршылық құрбандарын еске алу тағзым күні ретінде аталып өтілетін болады. Мектептерде ашық сабақ өтіледі, тағзым етіледі. Бұл дұрыс нәрсе. Бірақ бұл мамырдың соңы студенттер, колледж, жоғарғы оқу орны студенттері үшін тиімсіз, өйткені ол уақытта сессия болып жатады, емтихан болып жатқан кезде біреу еске алатын уақыт емес негізінде. Шындап келгенде, өйткені бізге жастар ғой, ал жастар аудиториясының бәрі емтиханда жүреді. Сондықтан мынау 7-ші, 8-ші, 9-ші мамырда үнемі демалыс 8-ші мамыр кетіп қалады. Осы 2 күннің ортасында қосылып. 8-ші мамырда онда осындай күн белгілеп қояйық. Мамырдың өзі тағзым айы дейік мамырды. Өйткені 1-ші мамыр достық күн деп айтады екенбіз. Онда ары қарайғы мамырдың мән мағынасын көрсе, одан кейін біз жеңіс күн деп 9-ші мамырды айтамыз. Жеңіс күн емес, бұны да 2-ші дүниежүзілік соғыста қайтыс болған құрбандар еске алу күні деп жасау керек. Сонда тағзым айына айналып кетеді барлығы. Осылай жасау керек па деп те ойлаймын. Енді жоғары жаққа ұсыныстар жасадық. Бұл енді алаштанушы ғалымдардың көтеріп жүрген мәселелер ғой. Осы мәселені болашақта да біз дамытуымыз керек, алға қарай көтеруіміз де керек. 31 мамырда жалпы Қазақстанның бүткіл мемлекеттік телеарнасы, радиолары қызметін тоқтату керек. Әуен жаңағы ойын сауық бағдарламалар тоқтатылу керек. Бұл күні қаралы хабар берілетін, жаңағы тағдырымызды, тарихымызды танытатын бағдарламалар, тарихи деректер, ғалымдардың сөйлеуі, мынау еске алатын бағдарламалар жүріп жату керек еді. Сондай деңгейге жетуіміз керек. Бұл күні шын мәнінде мемлекеттің туы төмен түсу керек. Өйткені 4,5 миллион халық ашаршылықта.
33 жылғы ашаршылықта кетеді. 1,2 миллион 200 мың бірінші ашаршылықта 1921, одан кейін 17 жылғы ашаршылықта 800 мың халық бар. Және репрессияда атылып кеткен 25 мың қайраткер бар. 120 мыңға жуық қуғындалған, сотталған қайраткерлер бар. Кешегі желтоқсан бар. Оның алдындағы Жаңаөзен бар. Осылардың барлығының алдында біз тарихымызда бір туымызды төмен түсіріп, бүкіл мемлекеттік деңгейде 1 минуттық еске алып, осыны тағзым жасайтын ұлттық санасы биік бір елге жетуіміз керек. Бұл ұлт азаттығы жолында шахид кеткен барлық қазақтың хандары, билері, батырлары, алаш қайраткерлері, қазақ оқығандарын еске алатын күн болу керек. Шын мәнінде шахидтерді еске алатын. Сондай күннің статусын қалыптасуын, мән мағынасын дұрыс түсіндіруіміз керек. Әйтпесе 31 мамыр ол календардағы жай жазылып қойған күн болатын болса, бізде өкінішке қарай солай болып тұр. Оның түк мән мағынасы жоқ. Одан ешкімге пайдасы жоқ. Егер бір нәрсені жасау үшін біз мысалға топырақ емес құмға су құя берсең, нәтижесі жоқ, сіңіп кетеді. Сол сияқты біздің қазір жасап жатқан нәрсеміздің бәрі нәтижесіз болып жатыр. Егер болашақ ұрпағымыз ұлттық рухы биік, азамат, көз ашық, көкірек ояу, ұлтын, жұртын сүйетін, өзге түрік мемлекеттер сияқты, тіпті еврейлер сияқты ұлтшыл болу тәрбиелеу үшін біз өзінің қасіретін ұқтыруымыз керек. Тарихтың қасірет. 1931-32-дегі ашаршылықты, 21-дегі ашаршылық, 17-дегі ашаршылықты ұмытпай, және 37, 38, 39-дағы репрессияны біліп, сол жолда шахид кеткен тұлғалардың кім үшін, не үшін, неге атылды деген сұрақ, кім өлтірді, кім атты, неге атылды деген сұрақтардың жауабын табуы керек. Міне осы жауаптар тапқанда ғана біз ұлт ретінде өскен мәңгілік елге айналамыз деп ойлаймын.